Қазіргі заманауи жарықтандырудың түрі жарық диодты құралдарды шығарумен айналысамыз. Кәсіпорнымыз үлкен емес, сондықтан шағын бизнеске жатамыз. Бізде 35 адам жұмыс істейді. Күніне 1000-ға дейін жарықшам шығарамыз. Кәсіпкер ретінде әкімдікке жиналысқа барамыз. Сонда бизнестің жол картасы жайлы білдім. Одан соң банк өкілдері келіп, субсидиялайтын бағдарлама жайлы айтып түсіндірді. Мысалы, мен 12% төлеуім керек. Оның жартысын мемлекет субсидиялайды. 6%-ын ғана төлеймін. Бұл ешқандай да құпия емес. Мен айына 20 миллион теңге несие төлеймін. Мен көптен бері бұл бағдарламаларға қатысып келемін. Егер оған қатыспағанымда 2 есе көп, 40 миллион теңге несие төлейтін едім. Мұндай бағдарламалар көп көмектеседі. Олардың болғанына қуанамын.